Джоан Роулинг әлемге 1997-2007 жылдар аралығында жарық көрген Хәрри Поттер туралы 7 кітаптың авторы ретінде танылды. Хәрри туралы кітап жазу идеясы авторы бірде Манчестерден Лондонға пойызбен бара жатқанда келіпті. Хәрри, Рон мен Хермионаның басынан кешкен ғажайып оқиғасы 500 миллион данадан астам таралыммен сатылып, 80-нен астам тілге аударылды және кітап желісімен 8 блокбастер фильм түсірілді. Джоан Роулинг Хәрри Поттер мен жасырын бөлме. Хәрри Поттер сиқыршы. Ол 2-ші сыныпта Хогвартс сиқыршылар мектебінде оқиды. Ол биылғы жыл алдыңғы жылдағыдай оқиға болатынын біледі ме? 3 дос Хәрри, Рон және Хермиона жақында күнделікті сусындар, гербология, сиқырлар, қараңғы өнер мен квидичтен қорғайды. Бірақ содан кейін қорқынышты және жұмбақ нәрселер басталады. Хәрри Поттердің өміріндегі ең көңілсіз туған күнінде Добби есімді үй шаруасын атқаратын әш қауіпті жайтты ескертіп сақтандырады. Рон Уизли шартын сиқырлы көзбен келіп, досын Дурслердің озбырлығынан құтқарады. Хогвартс сиқыр мектебінде 2-ші сыныпта оқып жүргенде Хәрри боста ізден жан түршігер дауыс естиді. Ізінше беймәлім қаскүнем іске кірісті. Оқушылар бірінен соң бірі тасқа айналды. Доббидің сұмдық болжамы расқа шыққанда. 16-шы тарау жасырын бөлме. Жер бетіндегі аса қауіпті аңдар мен құбыршықтардың арасында жылан патшасы аталған аждаһаға тең келетін сұмдық тіршілік иесі жоқ. Бірнеше ғасыр өмір сүретін алып денелі жылан құрбақа басқан тауықтың жұмыртқасынан шығады. Ол жауларын таңғаларлық әдіспен өлтіреді. Улы тісімен шыққаннан бөлек аждаһаның көзіне тура қараған тіршілік иесі сол сәтте жан тәсілім етеді. Ал аждаһаның өзі қалай мерт болғанын білгілеріңіз келсе, осы кітаптан толықтай біле аласыздар.